Жүрегінде жалын оты лапылдар, Кеңесқали, Фархат деген атым бар. Темір жолда қозғалысты бақылап, маман болып нұқтыруға хақым бар. Баба жұртым, ұлы жүздің албана, ана жұртым, орта жүздің наймана, техника тетігінде бент бұрап, мен болайын қазағымның саймана. Күлімдейді, көкте жүзіп баяу күн. Менің атым Самет қызы аяулым. Бүгін бізге ой салары көп екен. Сары қоңыр мынау күзгі бояудың. Қорғап туған кең даласын алабын, Найман деген намыс телден тарадым. Қожалардай нағашыма қол болғап, тереземнен темір жолға қарадым. Ұстазымыз Анаятова Гүлбахар Ойын қордып онлайнда тіл қатар. Бізде бүгін бір өнерден сыналдақ. Үйде отырып мектебіне тыңдатар. Ал ендеше күз жайында не дейсің? Күзгі баққа барайық па демейсің? Кешегі күз жаз сияқты болатын. Бүгінгі күз сияқты ғой өгейдің. Бетперделі онлайндық жоспармен мектебімде жүздеспедік достармен. Бұған кімді кінәларсың, ей досым? Күзде бүгін жоқ сияқты еш дәрмен. Кіммен бірге сырласармыз не біліп, күзбен бірге жетелейді тек үміт. Күндер солай өтіп жатыр екен ғой, жер бетіне жапырақтар төгіліп. Күзбен бірге жетелейді тек үміт. Сәлем достар, бүгін біз Алтын көз бағдарламасының аясында қолөнер жасайтын боламыз, тамашалаңыздар. Ол үшін бізге керекті заттар: картон қағазы, супер желім, жапырақ, күзгі жапырақтар, шырша ағашының шишкасы, жүрек формасындағы тас және де ермек саз қажет болады. Ең алдымен видеода көрсетілгендей картонның бетіне супер желімді жағып шығамыз да, оның үстіне осындай жапырақтарды жабыстырып шығамыз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп жасау қажет. Ал енді жапырақтарды орналастырып болғаннан кейін, оның үстіне шыршаның шишкаларын дәл видеодағыдай етіп қойып шығамыз. Сонымен қатар ермек саз және де жүрек формасындағы тас қажет болады. Осының барлығын картонның бетіне орналастырамыз. Енді осы картонның бетіне бізде шыршаның шишкасын жасалған бұғылар бар. Солардың аяғына ермек сазды жабыстырамыз, өйткені ол мына біздің қолөнеріміздің үстіне жабысып тұру қажет. Тура осылай жабыстырып шығамыз. Екі бұғы жасасаңыз болады, және де одан да көп жасай берсеңіз болады. Міне дәл осылай етіп қойып шығамыз. Нәтижесінде тура осындай әп-әдемі қолөнер жұмысы пайда болады.